Математика пәні тақырыбы екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы. Оқушылар, екі таңбалы сан ондықтар мен бірліктерден құралады. Мысалы, 5 ондық 1 бірлік тең 51 санына, 6 ондық 4 бірлік тең 64 санына. Екі таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуды бүгін үйренесің. Мысалы, 51 деген сан ол 50 мен 1-дің қосындысы. Ал 85 деген сан ол 80 және 5-дің қосындысы болып келеді. Оқушылар, қазір 23 санын разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамын. Мұқият қараңдар. 23 дегеніміз ол 20 және 3 сандарынан құралады. Яғни 20 қосу 3 тең 23. 23 азайту 3 тең 20. 23 азайту 20 тең 3. Келесі кезекте бейне жазбаны тоқтатып, дәптерді ашып бүгінгі күнді жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа. Осы разрядтық қосылғыштарға арналған есептерді шығар.